Қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Балапандар жайлап өсіп жатыр. Маған мынандай сұрақ қойылды. Балапандарың өліп жатыр ма? Өлсе неге көрсетпейсің? Неге жасырасың? Жасыр болып жатыр ма? Деген сұрақтар. Мен балапандарым, Аллаға шүкір, келген кезде айттым сіздерге, 4-еу или 5-еуі өлді балапандардың. Әкелген кезде, сол әкелгеннен кейін бір 2-3 күннің ішінде 4-еуі 5-еуі өлді. Қалғандары одан кейін өлген жоқ менде. Міне, өйткені мен күніге бақылап жүрдім. Жаңағы левомицин беріп жүрдім 5 күн қатарынан. Одан кейін көтеніне боқ қатса бірден тазалап жүрдім. Міне, соның арқасы деп ойлаймын. Әуелден Алланың арқасы ғой. Екінші сол өзімнің қарағаным деп ойлаймын. Менде ондай өрім-жетім болған жоқ. Және айтатын айта келсе, негізі неден өледі балапан? Балапан сквозняктан өледі, жаурап, ауырып өледі сосын. Одан кейін көбісі байқаймын, бірден көкшөп береді көктемнің кезінде. Ол да болмайды, ол өйткені көкшөп өте күшті бұларға да. Қазір беруге болмайды, мүлден беруге болмайды. Бір айдан аспайынша көкшөп бермеңіздер ағайын. Міне, мен өзім опытымнан білемін да, өйткені көкшөпті берсең, ол асқазан вообще жұмыс етпей қояды. Өте ауыр тамақ бұларға. Оларға бір айдан аспайынша көкшөп беруге болмайды. Және келесі мәселе, далаға шығару. Мен далаға шығармаймын, айтқам. Жер қызбайынша мен далаға шығармаймын. Өйткені табанынан сүретеді балапан өзімен өзі ауырып, қисайып, өледі қалады. Ол табанынан сүреткен балапан уже оны қайтадан орнына келтіру қиын да. Сол үшін мен далаға шығармайтыным, әлі жерге жібермейтінім сол. Негізгі өлімнің бірінші себептер сол. Сол үшін ондай нәрсе істемеңіздер. Мен айтамын постоянно. Балапанды бір ай аспайынша далаға шығармаңыздар. Өстіп қамауда ұстап отырыңыздар. Міне. Осы Рост деген жеңге өттім. Рост осы балапан күйді ғой енді. Тезірек жеп жатыр ғой уже. Осы тағы бір ай, екі қап жейтін жерден 40 килодан 80 килодай. Қазірден 40 кило кеп қойғам. Осы ауызлар кезде табыр әкеп қойсам Росттан. Міне балапандарым Аллаға шүкір жақсы. Мен ешқандай дәрі, чиктоник, ештеңке беріп жатқан жоқпын. Негізі дәріге үйретпеңіздер ағайын. Міне. Балапандар істеп өздері жайлап өсіп жатыр. Міне. Қораздар бір-бірімен төбелесіп жүр. Осы сондай сұрақтарға жауап бергім келді. Құдай қаласа карантинде бітеді. Майдың 11 күні. Соменен енді сол уақытқа да жерде қызық болатынша сол кезде шығарам ғой енді елап жерге. Пока осының ішінде болады. Ағайын, шаруашылықтарыңыз дамысын, балапандарыңыз ауырмасын. Тек қана дамиық, өсейік. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.